Барлығына сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде видео, яғни жаңа видео, бумажный сюрприз. Бүгін бізде 3 новый коллекция. Біріншісі Hello Kitty коллекциясы. Вот. Осындай бұл жерде 22 пакетик бар. Бірден таңдап кетейік. Мен осындай қызыл түсті Hello Kitty таңдаймын. Және де достар, осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл менің новый каналға салып жатырмын. Так, келесі бізде пушистик. Так, бұл жерде білмеймін қаншасы. Мен осындай пакетик таңдағым келеді. Бұл екінші новый коллекция. Үшінші новый коллекциямыз One Stone. Короче, андай тас. Осындай тас, короче, нотасы бар. Короче, мен бұдан бұл жерде 24 та сондай. Мен осындай пакетикті таңдаймын. Достар, каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда өте күшті видеолар шығады. Так, угадай слово. Достар, бұл, короче, менің бірінші видеом болғанымен, бумажный сюрприздегі бірінші видеом болғанымен, бірінші таңдап сөйтіп түсіріп жатқан жоқ. Менің бұрынғы каналым, яғни 22 мың подписчик бар каналым банға кетейін деп жатыр. Сол себептен осыған салып жатырмын. Осы менің новый каналым, тіркеліп кетіңіздер. Бұдан, короче, 22 мың подписчик бар каналым әлі кетпей тұрып саламын. Куромидан осындай. Келесі Корона коллекциясы. Давайте бұдан біз осындай сары түсін алайық. Келесі Угадай слово коллекциясы. Және бізде слованы аласылайық. Және бізде не бар? Адвент календар. Онда қазір ашамыз. Так, күлгін тема коллекциясынан вот осы дәптер. Келесі видеода аяқтаймыз. Бүгін ешқандай, Чхавехянук аяқталады екен. Короче, келесі бізде Чел коллекциясы. Так, бұдан осындай қызды алайық. Келесі бізде Чхавехянук аяқталады. Посылка коллекциясы, яғни посылка дегенде одежда коллекциясы. Бұдан мен таңдаймын. Вот, жоқ. Осыны таңдаймын. Осындай коробкалар, Nike, Adidas дейтін коробкалармен. Короче, келесі бізде ол белый мишка коллекциясы. Бұдан соңғысын ала салайын. Келесі итог 2024, яғни хит. Так, бұдан мен бордовый түсін аламын. Вот. Келесі паспорт коллекциясы. Келесі видеода бұл да аяқталады. 2018-де алайын. Так, бізде Тухи коллекциясынан мен осындай Шанельді аламын. Каталогымыз. Вот бізде бірінші каталогымыз осындай. Так, ашайық. Біріншісі бізде белый мышка коллекциясы. Бізде осыншама пакетиктер бүгінгі распаковкада. Так, ашайық белый мишка коллекциясын, яғни пакетикін. Ішінен қандай наклейка шығады екен. Достар, бұл каналда менде енді көбінесе влогтарға қарағанда осындай бумажный сюрприздер көбірек шығып отырады. И егер де көп влог түсіргім келсе, мен новыйдан канал ашуым мүмкін, тек влог түсіретін. И бұл каналды бумажный сюрприз қыламын. Номер 7, вот осы жерге келесі видеода аяқтаймыз. Бұл бізде осындай түсінбей тұрған, типа, біртүрлі бұл андай не, короче, не деген сияқты. Бүгінгі видеоның новый коллекциясы, Hello Kitty коллекциясы. Бұл бізде осындай перфорациямен аштық. Келесі наклейкасын көрейік. Бұл жерде әртүрлі киіммен, әртүрлі персонажда шығып отырады. Бүгін бізде осындай Моуан ба, короче, осындай. Бұның номері 11, біз мұнда жабыстырамыз. Бұл жерде бізде 20 сондай наклейка, сондай пакетик. Короче, жабыстырайық. Каналыма осыдан кейін влог шығады. Каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Бұл аяқталды. Вот осындай каталогымыз аяқталды. Енді біздің ескі каталогымыз осындай. Бірінші пакетикті алайық, яғни ашайық. Пакет. То есть несін тауып алайық та. Бетін, страницасын. Вот бізде новый год. Так, адвент календар. Вот біз алдында қаншаны ашып едік. Бүгін бізде 14. Вот. Алдыңғы жолы 13-ті аштық біз. Новый годтың аяқталғанына қаншама күн болды, но мен әлі аяқтаған жоқпын. Бүгін примерно 18 ма, 17 ма сондай. Так, бүгін бізге осындай айна түсті. Так, бұны біз мұнда жабыстырамыз. Келесі бізден егерде осыған қызық болса сіздерге осы каталог, бізде бұрынғы каталогта обзор видеосын арнайы бір түсіретін боламын. Так, бізде Куроми несі коллекциясы Куроми. Так, Куроми, вот бізде осындай бір жасыл түсті пакетикте.
көрейік қандай бүгін наклейка шығатынын. Бұл бізде вот осындай наклейка шықты, куроми наклейкамыз. Бұны біз қайда жабыстырсақ болады? Давайте вот мында жабыстырайық. Келесі бізде Чхвехен У бүгін аяқталатын коллекциямыз. Так, вот осындай пакетикте бардауы түсті. Бұны білет жарыста кім екенін, танымал актер, әртүрлі дорамаларға түскен. Бүгін бізде осындай 25-21-дегі дорамада түскен, короче, осындай. Негізі бұл актерді слабый геройдан танығам, и содан бірден күшті ұнады маған. Осы актер ұнады, короче, күшті ролін күшті атқарады, типа. Вот, бұны біз мұнда жабыстырайық. Вот, осымен бұл коллекциямыз аяқталды. Так, келесі коллекция бізде күлгін тема коллекциясы. Келесі видеода аяқтаймыз. Осындай дәптер дейтін пакетикте күлгін түсті. Так, наклейкасын көрейік. Бүгін бізге номер 7. Вот, мұнда. Келесі бізде 5 шығады. Келесі видеода бізге осындай куроми сүт па бірдеңе шықты. Мен білмеймін екен, короче, осындай. Вот, қараңыздар. Және де достар, осы видео рекке кірсе рек деп комментарияға жазып кетіңіздер. Так, бізде чел коллекциясы. Ашайық. Бізге 2 наклейка шығады. Негізі мен көп видео салмай кеттім. Вот, бүгін бізге осындай, типа, қолында мынандай бар. И осылайдан тұрған чел түсті. Жабыстырайық. Келесі видеоға уже бізде 2 новый коллекция дайын. Оны тек не істейін деп жатырман. Қайтсем бат атын. Короче, енді келесі видеоға шығаратын болам. Елде артық дауысқа шығып жатса кешірім сұрайым, достар. Айып етпейміз. Так, мынау былай қарап тұрғанда әдем болатын еді. Так, келесі коллекция бізде духи коллекциясы. Маған қатты ұнайтын коллекция. Бүгін бізде Chanel пакетигімен ашайық. Так, бүгін бізге қандай духи түседі екен? Маған ұнайтын духилардың бірі шығар. Вот, бізге осындай духи шықты. Қараңыздар, өте әдемі духи. Бұл біз мұнда жабыстыратын боламыз. Мен, короче, аттарын духидан вообще хабарым жоқ. Сондықтан атын білмеймін. Маған қатты ұнағандарының бірі. Так, маған мынау төртеу ұнады. И тағы да ұнайтындар шығады алда. Так, одежда коллекциясы. Вот осындай пакетикте. Бүгінгі перфорациямыз. Вот осындай. Мен негізі пакетик шаштым емебет. Ана жоқ. Номері 8. Так, біз мұнда жабыстырамыз. Бұл бізге осындай шорты нома түрлі ұнамады. Короче, түктір шықпай қалды, но нормально. Әдемі деуге келеді. Қаншама сағат бояған, оны кішкентай фломастермен жабыстырайық. Вот. Келесі бізде угадай слово коллекциясын. Так, бүгін бізде слово дейтін пакетик. Так, осындай перфорациямен. Обычный перфорация десекте болады. Әне, қалай ашам мен? Жұтып алдым, достар. Көрейік, бүгін қандай әріп екен. Бізге И әрпі түсті. Так, осындай кішкене жетіп кетті, мән бермейміз. Номері қаншаны? 7. Вот 7. Қандай сөз екенін білсеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Бізде бүгін Муфаса Король Лев 2024 коллекциясы бізде келесі. Так, ашайық. Қандай наклейка шығатын, бұны білет жаста, қазір хит болып жатыр. Бізде бүгін осындай Муфаса шықты. Так, бұның номері 2, біз мұнда жабыстыратын боламыз. Әрине, бұны мен сатып алғам. Негізінде өзім жасамаған білініп те тұрған шығар. Так, келесі коллекция бізде угадай слово 2-ші часты. Вот осындай. Алда өте күшті коллекциялар шығады. Әрине, перфорация номер 5 мұнда. Так, бұл сөзді білсеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Бүгін бізде А әрпі. Вот, С-А-К деген 3 әріп шықты. Так, келесі паспорт коллекциясы. Бізде алданғы видеоларда, короче, Патрик Бек теңіз ұлы дейтін шықты. Вот, Патрик Бек теңіз ұлы и Гүлтауық қоразқысы шықты. Кімдікі екен білет жастар. Так, бізде паспорт 2018. Қандай жылмен кім шығатын көрейік. Оны мен Анелиядан көргем. Танит жастар, 100 000 подписчигі бар қыз. Так, вот бізде. И вот. Номер 1. Так, бірінші атын көрейік. Банан Сарбекұлы. И бұл бізде осындай банан жүрегі жаралы. Номер 1-ге жабыстырамыз әрине.
Және де алдағы қандай видео шықсын комментарияға жазып кетіңіздер. Так, мында жабыстырамыз. Так, вот осында жабыстырдым. Келесі бізде Банан Сарбегло 19 күні 5 айдан 2020 жылы дүниеге келген. Вот, так, атын жабыстырайық. Маған осы атын не ашу, короче, қиын. Білмеймін не үшін екен. Қараңыздар, ұзақ ашылады вообще. Но былайынан істеген күшті. Вот, қараңыздар, бұл номері бірге жабыстырамыз. Вот, осылайынан бізге келесі видеода аяқталады. Кім шығады, білсеңіздер комментарияға жазып кетіңіздер. Итог 2024, яғни хит. Бізде алдыңғы видеода осындай iPhone 16 шықты. Және де осындай типа чехолға осылайынан қойып қоятын. Осындай бірдеңе шықты әйтеуір. Крем ба, білмеймін екен. Так, ашайық. Бүгін видеода қандай хит шығады екен. Менің өзім білмеймін, мен қаншама күн видео түсірмедім. Так, бүгін бізде 222 шықты. Вот, бітті. 222, яғни игра в кальмарадағы беременный қыз 222 маған қатты ұнаған ненің персонаж па қалай еді, короче, ойыншының несі, ойыншы қатты ұнаған ойыншының номері 222. Кім біледі, комментарияға жазып кетіңіздер. Егер комментарий ашық болса әрине де. Так, ашайық артын. Бұның номері жоқ әрине. Біз өзіміз табамыз. Ой, бұл мына жерге емес, қараңыздар, дұрыс келмейді. Так, бұл бізге мына жерге. Немесе мына жер. Мен білмеймін қай жер екен вообще. Короче, бұны қайда жабыстырамыз, достар? Астына жабыстыра саламыз ба? Давай астына жабыстырайық. Астына келетін сияқты. Енді келесіне бізге мына жердегі шығады. Бұны осылайынан үстіне жабыстырамыз. Кішкене мына жер көрінбей қалады енді. Бәрібір. Так, корона. Бұны мен тез істей салған коллекциям. Яғни мына жерді сәлдеп өйтпегем 2 сағат. Короче, вот осындай. Ашайық перфорациясын. Так, ішінде қандай наклейка шығатын көрейік. Бүгін қандай корона шығатынын. Ой, майсы қалды достар. Бүгін бізге жасыл түсті. Вот осындай өте әдемі корона шықты. Қараңыздар, өте күшті. Давайте жабыстырайық. Және де келесі видеолар енді жақын арада шығып отыратын болады. Сол себептен каналға тіркеліп кетіңіздер. Вот. Бізге осындай, бұны мен мұнда жабыстырғым келеді. Осындай жасыл түсті коронаны. Келесі бізде новый коллекциямыз. Moonstone коллекциясы. Мен бұны мир бумажықтан көргем. Яғни бумажный сюрприздердің ең танымал каналы. Короче, түсіретін. Вот, Moonstone. Короче, бүгін бізде осындай пакетик, яғни ең көбі 24-ке дейін барады. Вот осындай пакетикте көрейік бүгін қандай наклейка, қандай номерде шығатынын. Так, бұл бізде номері 8, біз мұнда жабыстырамыз. И бұл бізде осындай спасибо дейтін Moonstone шықты. Вот Moonstone дейтін осындай. Қараңыздар, жабыстырайық номер 8-ге. Біз мұнда жабыстырамыз. Некей, келесі коллекция, новый коллекциямыз пушистик коллекциясы. Плечастату коллекцияны пушистик. Так, ашайық пакетигін. Некей, ашайық. Қандай пакетик шығатыннан. Бұдан бізде негізінде екеу шығады. Қазір көрейік, қандай екіншісі екен. Так, бізде осындай типа көзмен қиығымен қарап тұр. Бұл бізде осындай өте сүйкімді пушистик. Білмеймін, некен пушистик екен. Короче, осындай айта салдым атын. Пушистик деп жазғанда, короче, осындай шығып тұр. Сосын аты осындай шәлтеп істей салдым. Қараңыздар. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер сіздерге видео ұнаса, маған тіркелді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.